Анықталған интеграл деген математикада керемет тақырып бар. Біздер қисықсыз трапецияның ауданын табу формуласын алдыңғы сабақта өттік. S әрпінен белгілеп, ауданды қисықсыз трапецияның ол алғашқы функциялардың В нүктесіндегі және А нүктесіндегі мәндерін есептеу арқылы және олардың айырмасын табу арқылы анықталатын еді. Енді осы ұғым жалпы анықталған интеграл арқылы бейнеленеді. Әрі қарай теңдікті жалғастырып, интегралменен А-дан В-ға дейінгі шектерін А-дан В-ға дейінгі және интеграл астында алғашқы функцияға дейінгі кіші x-тен f функциясын жазсақ, міне осы бөлікті мен соңғы жазғанымды анықталған интеграл деп айтамыз. Бұның оқылуы қалайша болады? А-дан В-ға дейінгі, мына жерге тырнақшамен жазып қояйын. А-дан В-ға дейінгі интеграл астында x-тен f, x-тен f деген функцияны жазғанымыз біздің, сосын dx деп жазамыз ары қарай. dx деген мынау d-ны және x-ті жазғанымыз. Енді анықталған дейтін себебі бұрын жалпылама мынадай шектері болмайды, жалпы интеграл белгісімен шығарылатын еді ғой. Мынау А-дан В-ға дейінгі нақты бір мәндері бар. А-В сандары интегралдау шектері деп аталады. А саны төменгі шегі деп аталады. В саны жоғарғы шегі деп аталады. Және осы жағдайды жалғастыратын болсақ, біздер математикадағы керемет бір формуланы аламыз. Ол формуланың өзінің атауы бар. Интеграл астында А-дан В-ға дейінгі шектері әрине x-тен f dx тең болады. Алғашқы функциясы В-дан f минус А-дан f. Міне осы формуланы жалпы сіздерде Ньютон-Лейбниц формуласы деп атайды. Қосып қоялым бұл формуланы. Көрініп тұру үшін. Ньютон, Исаак Ньютон дегенді білеміз біздер физикадан. Ньютон, Лейбниц формуласы. Іс жүзінде осы формула арқылы есептеуді біз қолданып жатырмыз осыған дейін де, бірақ тиянақталып жазылуы жаңағыдай формула деп осындай ат берілетіндігін сіздер енді көріп отырсыздар. Енді іс жүзінде практикада есептеу кезінде ыңғайлы жазулардың түрі болады. Мен сол жазуды көрсетейін. Мына интегралдан алғашқы функция шықты дейік, үлкен x-тен f. Плюс дегенді қолданбаймыз, себебі дейтін бұл жерде анықталған нақты сан арқылы шығарайын деп. Тік сызық сызып А-дан В-ға дейін деп көрсетеді. Осы көрсеткеніміз біздің қазір айырмасын табамыз, жоғарғы шегін қоямыз, содан кейін төменгі шегін қоямыз дегенді білдіретін. Іс жүзінде осы жазу практикада көп қолданылады. Бұл формуланы да біздер өз алдына көрсетіп қойғанымыз жақсы. Мен практикада қолданылатын болғаннан кейін бұл формуланы да мен белгілеп қояйын. Енді біздерге қандай да бір осы жазған формулаларымызбен есептеулерді көрейік. Қалай есептей аларымыз екен.
біздің дағдыларымыз жеткілікті ме? Мысалдар қарастырайық. Бұл мысалдарымыздың мүмкіндігімізше бірнешеуін қарастырамыз. Бірінші мысал. Интеграл астында 0-ден 2-ге дейін x-тің кубы x болады. X-тің кубінен біз әуелі интеграл алу керекпіз. Интеграл дәрежелік функциядан интеграл алу формуласына сай жүреді. X-тің 4 дәрежесі бөлінген 4. 3-ке 1-ді қосам, 3-ке 1-ді қосам. Енді тік сызық сызамыз. Мана практикада дегеніміз айтқан себебіміз осы. Біз әуелі қандай алғашқы функциясы соны тауып аламыз. 0-ден 2-ге дейін. Содан кейін бар мына жоғарғы төменгі шектерін қоямыз. Әуелі жоғарғы шегін қояйық. 2-ның 4 дәрежесі бөлінген 4 азайтылған. Енді төменгі шегін қояйық. 0-дің 4 дәрежесі бөлінген 4 тең болады. 2-ның 4 дәрежесін 4-ке бөлген кезде біздер жалпы нені ескеруіміз керек? 2-ның 4 дәрежесі деген сөз 2 көбейту 2 көбейту 2 көбейту 2 4 рет көбейтінді дегенді білдіреді. Енді қарасақ, 2-ні 2-ге көбейтсек ол дейтін 4-ке тең ғой. Осыны 4-пен қысқартып жіберсек, мұнда да 1 болады, мұнда да 1 болады. Так, азайту. Мұнда 0-ді санға 0-дің 4 дәрежесі 0 болады, ол енді 0 болып кетеді. Тең болады. 2-ні 2-ге бөлгенде 4. 4 азайтылған 0, ол 4-ке. Бірінші есебіміз біздің осылайша шықты. Әрине сіздерде өзге түсті қаламсаппенен түпкі қорытынды жауапты белгілеп тастап отырғандарыңыз жақсы. Себебі тиянақтап дәптерімізден анық жазулар көрініп тұру керек. Екінші бір есепті қарастырайық. Интегралдау шектері -1-ден 1-ге дейін. Ол анықталған интеграл. Интеграл астындағы өрнегімізді жақшаға аламыз. Себебі бұнда көп мүше. 9x квадрат минус 24x қосу 16 dx тең болады. Енді 9x квадрат дегенді біздер бұлай қарастырайық. 3 көбейтілген 3x квадрат деп қарастырайық. Сонда 3x квадрат қазақшамда мен жазып қояйын. -1-ден 1-ге дейін. 3 көбейтілген 3x квадрат. Біз түсініп тұрмыз, x-тің кубынан туынды тапсақ 3x квадрат шығатындығын, мына жерде түсініп тұрмыз. Айтылған 12 көбейтілген 2x. X-тің квадратынан 2x шығатынын түсініп тұрмыз. 16 санға сол күйінде қалдыра берейік, тең болады. Сонда біздер не аламыз? Мына 3x квадраттың алғашқы функциясы x куб екендігін түсініп тұрмыз. 3 сәйкесінше жазылады x куб. Азайтылған 12-ні жазып қоямын. Ал 2x-тің алғашқы функциясы x квадрат екендігін түсініп тұрсыз. X квадраттан туынды тапсақ 2x шығады ғой. -24x 12x квадраттан тапсақ кері қарай шығады. Осы 16 деген, ал саннан интеграл алсақ, 16x деген өзі сол күйінде қайталанып шығады. Енді осы өрнекті сол күйінде көшіріп жазамыз. Төменгі шегі -1, жоғарғы шегі 1. Бір санын қойып есептеп шығамын. Жақшаның ішіне 3 көбейтілген 1-дің кубы, азайтылған 12 көбейтілген 1-дің квадраты, қосылған 16 көбейтілген 1, азайту -1-ді қойған кезде 3 көбейтілген -1-дің кубы, азайтылған 12 көбейтілген -1-дің квадраты, содан кейін плюс 16 көбейтілген -1 тең болады. Жалғастырып көрейік. Енді мен барлығын толық ашып жазып жатырмын ғой. Шын мәнінде практикада адам ауызша бірден есептеп кетеді ғой, оның барлығын. 1-дің кубы мысалға 1-ге тең, 3-ке көбейтілген 3-дің өзі жазылады, 3 азайту. 12 көбейтілген 1-дің квадраты, 1-дің квадраты 1 болады, 3 азайтылған 12, 16, бірінші жақшадан азайту. Екінші жақшадан -1-дің кубы -1 болады. Демек, мына жер -3 болады дегенді білдіреді. Азайту. -1-дің квадраты +1, сол 12-ның өзі қалады, өзгеріссіз. Азайту 16 болады, 16 -1-ге көбейткен кезде терістен шығады.
тең болады. Енді 3-тен 12-ні азайтқанда -9, -9-ға 16-ны қосқан кезде плюс 7 болады. 7 азайту. Ал мынаның бәрі теріс сандар, таңбалары. 3-ке 12-ні қосқанда 15, 15-ке 16 қосқанда 31, -31 ғой. Мына жерде жақшаның алдындағы минусымен плюс болады. Плюс 31. Тең болады 38. Сонда бұл екінші мысалымызда 38 деген сан шықты. Келесі мысалымызды қарап жіберейік. Үшінші мысал. Әрине біздер тригонометрияға қатысты тақырыпты қарап отырамыз. Ол да ұмытылмау керек. Нөлден пике дейінгі төменгі жоғарғы шектері синус x bx болады. Енді синустың туындысы косинус x болатын болса, енді косинустың туындысы минус синус, сондықтан мына жерде минус косинус x алғашқы функция шығайын деп тұрды, оны түсініп тұрмыз. Интегралдау шектері 0-ден пиге дейін болғандықтан жоғарғы төменгі шектерін қойып қазір азайтамыз. Тең болады минус косинус. Енді пи дегенді біз өзімізге ыңғайлы болу үшін градусқа айналдырып алайықшы, 180 градус азайтылған минус косинус 0 градус. Мынау жалпы Ньютон-Лейбниц формуласы бойынша минус, ал мынау берілген мына тұрған минус. Мына тұрған минус мұнда түседі. Енді көрейік, тең болады. Тең болады. Мына 2 минус плюс беретін түсініп тұрсыз ба? Косинус 0 градус. Таңбасы 10 болғандықтан осы өрнекті бірінші етіп жазайық. Косинус 0 градус азайтылған екінші өрнекті содан кейін жазайық. Косинус 180 градус. Косинус 0 градуста мәні косинустың 1-ге тең болады, азайтылған. Косинус 180 градуста минус 1-ге тең болады. Минус 1 мен екеуі де минус 1, ол плюс тең. 1 плюс 1 тең болады 2. Міне, бұл есептің жауабы 2-ге тең болады екен.